Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен осындай жемістер мен көкөністерді қысқа қалай сақтау керек әдісімен бөлісетін боламын. Өте оңай әдістердің бірі. Қалаған уақытта қыс мезгілінде алып қолдануыңызға болады. Видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Ең алдымен осындай жемістен осындай шабдалын алдым. Тазалап жуып, төртке бөліп, дәл осындай ыдысымызға салып аламыз. Дәл осылай ыдысқа салып қатырамыз. Мына жерде қаралыны да дәл осылай дөңгелекше етіп турап, ішіндегі дәнектерін алып тастап, бәрін осылай етіп қойып, морозильникте қатырып аламыз. Мұздатқышта қатырамыз. Енді осындай баялдыны алып, баклажанды керек емес бөлшегін алып тастап, дәл осылай домалақша етіп тураймыз. Қыстың күні баклажан қуырып немесе тамаққа қосқыңыз келсе, дәл осылай алып қосып берулеріңізге болады. Дәл осылай турап алғаннан кейін міндетті түрде ыдысқа дөңгелекше етіп қойып шығамыз. Ол дөңгелекше бір-біріне жабысып қалмас үшін осындай пакеттерді қолданамын. Пакеттердің үстіне осындай баклажандарымызды дана-дана етіп қойып шығамыз. Оны да мұздатқышта қатырып аламыз. Пакет қойып, дәл осылай етіп қойып шығамыз. Өйткені алған кезде мұздатқышта бір-біріне жабысып қалмас үшін дәл осылай ең алдымен мұздатып қатырып, сосын барып арнайы пакеттерге салатын боламын. Баклажандарымыздың бәрін мұздатқышқа салып қоямыз. Енді осы баклажанымыздың сыртын ашимыз. Бұны бөлек етіп турап аламыз. Сыртын міндетті түрде ашып алмаса, осы қара түсін істеп кетпеу үшін осылай ашып аламын. Тамақтарға қосып, қорып жаса беруге болады. Сыртын ашып алған кейін баклажанымызды осылай ортасынан бөліп, төрт бұрышты етіп, майда етіп, кубик етіп турап аламыз. Дәл осы видеодағындай турап аламыз. Сіздер өз қалағандағыдай турасаңыздар болады, өйткені тамақ жасағанда қалай қосасыздар, қалай турап қосасыздар, соған байланысты тура берулеріңізге болады. Дәл осы баклажанымызды турап дайындап аламыз. Оны бір ыдысқа салып қойып қоямыз. Енді біз алдын ала болгарский перецтерімді жуып, тазалап, біреуін дәл осы ұзынша етіп, біреуін дәл осылай лагмандарға қосу үшін төрт бұрышты етіп турап алдым. Қызанағымды дәл осылай домалақ етіп турап, оны осындай ыдысқа пакет қойып, дәл осылай дөңгелекше етіп қойып шығамыз. Үстін пакеттерімізді қойып шығамыз. Енді осындай арнайы пакетімізге осындай тәтті бұрышымызды салып аламыз. Мен тәтті бұрыштан осындай аз көлемде салып, осылай пакеттен екі штук шығардым, 2 дана шығардым. Міне дәл осылай ауасын шығарып алып, пакеттерімізді жауып аламыз. Енді екінші пакетімізге де дәл солай салып аламыз. Енді мына жерде баклажанымыз баялдылымызды да дәл осылай етіп, мұздатқышқа алдын ала салмай, қатпай жатып, дәл осылай етіп салып аламыз. Барлық баклажанымызды осы табақта дайындағаным 2 дана шықты. Енді осындай тәтті бұрышымызды осылай етіп ашып, ортасын пышақтың көмегімен алып, тазалап жуып аламыз. Қызанағымды, баялды баклажандарымыздың бәрін алдын ала осылай етіп қатырып алдық. Бір күн тұрды қату үшін. Енді ол қатқан осындай қызанақтарымызды осындай арнайы пакеттерімізге салып, осыдан 2 пакет шығарып, ауасын шығарып, жауып дайындап алдым. Дәл осылай етіп, өздеріңізге керек мөлшерде жасап қойсаңыздар болады. Немесе бұдан да кішкентай пакет алып, сондай пакеттерге салсаңыздар да болады. Өте ыңғайлы болады. Қыстың күні рахаттанып отырып тамақтарға қосып жеуге болады.
баялдының өзінде әдемілеп қуырып, мына жерде жемістердің өзінде шығарып қойып жеуге болады. Өте дәмді болып шығады. Міне дәл осылай етіп дайындап қойдым. Дәл осы пакеттен менде 2 пакет шықты. Енді қатқан осындай баклажанымызды да, баялдымызды да дәл осындай пакетке салып аламыз. Бұдан да менде 2 пакет шықты. Осылай жеміс-жидектерді, көкөністерді қатырып қойсаңыздар, ертең қыстың күні рахаттанып, тамақтарыңызға, жеулеріңізге болады. Өте дәмді болып шығады. Әйтеуір жазда барлық жемістер өсіп тұрғанда, арзан болған кезде дәл осылай алып, қыстың күні сақтап қоюға болады. Қыста осындай жемістерді алатын болсаң, бір дананың бағасы өте қымбат болып шығады. Сол үшін осындай жазда барлық жемістер арзан кезде алып, дәл осылай қатырып тастаған дұрыс болады. Енді осындай қаралыны да алып, қатқан қаралымызды да дәл осындай арнайы пакетімізге салып дайындап алдым. Мені осы бір дана пакет шықты, барлығын осы пакетке сыйдырып салып қойдым. Ертең пирог жасаған кезде де мысалы қосып дайындасақ болады. Немесе осы қаралыдан мұздатқыштан шығарып қойып, ертіп жіберуге де болады. Өз қалпын ұстайды. Бұлжырап ағып та кетпейді. Өте дәмді болып шығады. Осындай пакетімізге қатқан шабдалыларымызды да қосып, осылай ауасын шығарып салып қоюға өте ыңғайлы болады. Бұны да қалаған торттарыңызға, пирогтарыңызға қосуға болады. Немесе өзіңіз шығарып жеулеріңізге де болады. Өте дәмді болып шығады. Дәл осындай пакеттен 2 дана пакет шығардым. Екінші пакетімізге де салып, дәл осылай ауасын шығарып, осыдан 2 дана пакет шығардым. Енді осыны мұздатқышқа салып қоямыз. Осылай тәтті бұрышты да алып, дөңгелекше етіп осылай сақтап қоюға да ыңғайлы болады. Ең алдымен осының сыртын ашып болғаннан кейін міндетті түрде тазалап жуып, суын сырғытып, осы перештерін бір-бірінің ішіне тигізіп, арнайы пакетімізге салып, дайындап қойсақ болады. Қыстың күні осыны алып, ішіне фаршированный перец жасап, өте дәмді тамақ болып шығады. Осылай салып алып дайындалғаннан кейін міндетті түрде мұздатқышқа салып қоямыз. Мұздатқышта тұруы қажет. Дәл осындай етіп дайындап алдым. Енді біздің осындай көкөністер мен жеміс қатырылғандарымыз дайын болды. Міне өте оңай әрі қыстың күні рахаттанып отырып жейтін осындай жеміс пен көкөністерді қысқа міндетті түрде сақтап қойыңыз. Өзіңізге өте ыңғайлы болады. Әрі тамақ жасағанда алып, шығарып жасата істете бересіз. Өте дәмді болып шығады әрі. Видеомыз сізге ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрбір жазған комментарийларыңыз мен үшін маңызды. Міндетті түрде қарап жауап беретін боламын.
дәл осылай сақтап қойыңыздар. Алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Менің каналымда бұдан да басқа тосаптың, неше түрлі қысқа арналған банкілердің рецепті, тәтті торттар, ыстық тағамдардың, торттардың декорларының рецептерімен бөліскенмін. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Тіркеліп өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен болған жан сұлу, сау болыңыз.